криптовалюта туралы ақпаратты қайдан алуға болады? Ол үшін осы CoinMarketCap деген сервиске өтеміз. Бұл жерде практически кез келген криптовалюта туралы ақпаратты алуға болады. Мына жерде міне әртүрлі тізімі тұр. Бұлар ең танымалдары. Ал енді бұл жерде жоқ болған жағдайда мына жерде поискке жазсақ болады. Кез келген криптоның атын жазатын болсақ, мына жерден шығады. Ал енді шықпаған жағдайда, демек бұл сервиске әлі қосылмады деген сөз. Демек қосылғаны күте тұру керек, немесе басқа бір сервистерді қолдануға болады. Мысалға мен қазір біреуін жазып көрейін. Атын жазатын болсақ, мына жерде шығады, үстін басамыз. Сол кезде мына жерде ранг деген бар, яғни общий рейтингте бұл нешінші орында тұр, және мына жерде coin деп тұр. Coin деген бар, және токен деген бар. Қосымша қанша адам соны бақылап отыр, именно осыны. Яғни мына жерде міне белгі қоятын болса осылай, мына жерде саны өсе береді. Қазіргі жағдайда бұл 22 мың. Және оның бағасы соңғы бір күннің ішінде 7 күн, 1 ай, 3 ай, 1 жыл, сол сияқты басқа ақпараттарды көруге болады. Немесе белгілі бір дата аралығында 180 күн дейтін болсақ, мысалға сол кезде қаншалықты өзгерді, мына жерде міне көре аламыз. Астында именно осы криптоның, мысалға маған 5000 штугын алғың келсе, қанша тұрады доллармен соны көрсетеді. Немесе орнын ауыстырамыз. Менде мысалға 50 доллар болса, 50 долларға қанша штугын ала алам, соны мына жерден көре аламыз. Біз ең негізгі деген бөліктеріне қарастырамыз, басқа бөлігі, басқа мына жерде ақпарат көп. Және бұның максималды саны қанша? 21 миллиард деп тұр. Ең маңыздысы Markets деген жерге барамыз. Бұл жерде именно осы криптовалютаны сатып алуға болатын басқа биржалар көрсетілген. Қазіргі жағдайда ол KuCoin, CoinEx, HitBTC деген секілді. Ол өзгеріп отырады, бәрінде бірдей емес. Мысалға BNB дегенге баратын болсақ, мына жерде оны алатын жерлер әртүрлі. Бұл оның танымалдылығына тікелей байланысты. Кез келген криптовалютаны кез келген биржа қоса бермейді. Соның ішінде міне обороттарына қатысты ақпарат алуға болады, және қанша бағасы қанша тұрады, соның барлығын көруге болады. Әр биржада енді разница какой-то цент болуы мүмкін. Егер компьютермен қараған ыңғайсыз болатын болса, бұлардың жеке приложениесі бар. CoinMarketCap деп App Store-ға жазатын болса шығарып береді. Google Play-ге жазатын болса да, олардың жеке приложениесі бар, сол жерден де қарауға болады. Ол жерден де жұмыс жасаған жалпы ыңғайлы. Кез келген мына жерде бар криптовалюта туралы, мына жердегі бар ақпаратты осы приложениеден де алуға болады.